I left my girl back home. I don't love her no more, and she'll never fucking know that. These fucking eyes that I'm staring at, let me see that ass. Look at all the sky. Бүгін керемет күн, бүгін біз фотосессия жасап жатыр. Жас қобызшы қызға күн кіріп кетті, сондықтан да кішкене қиын болып жатыр, бірақ та маған Асан деген керемет досым көмектесіп жатыр. Жұмысты көріп жатсыздар, жұмыс жүріп жатыр, бәрі керемет. Егер де маған фотосессия жазылам десеңіздер, келіңіздер, сіздермен осында табиғатқа шығамыз, әңгіме айтамыз, күлеміз, шай ішеміз. Что было видно? Фильм можно делать. Может как-то ее может поднять как-то? Нет? Как-то? Стоп, лайк, ты хочешь? Может ноги как-то так поставишь? Чтобы тебе удобно было, да. И ведь устойчиво тұрсын ба? Енді кішкене бүйтіп. Обтягивающий платье. Я тебе на пол. Жалпы фотосессияға түсемін деген фотосессия жақын арада болатын қыздар болса, осы видеоны қарап отырған сіздерге айтарым, қыздар, ұялмаңыздар, өйткені сіздер өте әдемісіздер, сіздер алдын ала дайындалатын шығарсыздар, боянасыздар, киімдеріңізді киесіздер. Сондықтан да суретке түскенде кішкене емін-еркін түсіңіздер, искусственный күлкі болмасын, бәрі расслабленный түрде болу керек, өйткені егер де сіздер ұялғаннан кішкене қысылып отырсаңыздар, суретте оның барлығы да көрінеді. Сондықтан да расслабленно, спокойно, жақсы бірдемені ойлап, алдын ала позалар дайындап барыңдар, яғни әдемі танып тұру деген, өйткені суретке түсіретін адамға өте қиын, өйткені ол адам білмейді сізге не жарасады, не үйлеседі, жалғыз сізден басқа ешкім ештеңені білмейді. Мына жерде свет жақсы екен. Вот, сондықтан достар, қыздар әрине, ұлдар енді естественный, ұлдар ешқашан да менің байқағаным бойынша, ұлдар постоянно тек спокойно суретке түседі, соның бәрі естественно түседі суретке, вот қыздар много напрягаетесь. Бүгінгі ауа райы керемет, ауа да тап-таза, паркке шығыңдар, үйде отырмаңдар, интернетте отырсаңдар көп, сырттағы өмір өтіп бара жатыр ғой, өмір. Мынандай ауа райы. Қазір, тем более ораза айында, мынандай ыстықта мен күні бойы репетицияда боламын. Күні бойы менде ыстық, соның бәріне шыдап отырып, кешкі 6-да репетициядан шыққаннан кейін тек осыны салқын бір жерге кетіп қалғым келеді. Или душ, или бір парк. Сондықтан да сәлем достар. Естіп жатсыздар ма? Сәлем дейді. Қазақша сөйлемейтін Айданы қазақша сөйлеп кетті. Менің влог түсіргенде достарымның барлығына да қазақша сөйлеңдер деп айтам, өйткені менің влогым қазақша. Как-то байғұстар сөйлейді енді. Құдай қаласа мен де алда әлі де бір орыс сөздерін қоспай сөйлеуге тырысам, өйткені менің байқап жатсаңыздар, менің видеоларымда орысша сөздерді көп қолданам. Өйткені негізі мен қазақ мектебінде оқығанмын.
шын айтамын, магистратурада орыс бөлімінде оқығандықтан мен қазір қазақшаң араласып жатыр. Мынандай Айдана сияқты подругаларым болғандықтан мен орысша сөздерді жиі қолданамын. Айдана, неге солай? Неге мен шала қазақ болып кеттім? Маған видео түсіру өте қиын қазақша, білесің ба? Мен де шала қазақпын ғой. Мен негізі орыс мектебін бітірдім, бірақ осындай Раушан деген подружкаларым, мен қазақ құрбыларым қазақша сөйлеуге үйретеді. Вот видите, көрдіңіздер ма? Екеуміз бір-біріміз. Акцент те жоқ Айданада, акцент жоқ. Ой.